Җәмәгать, Гөлсия Бәдретдинова концертына эләкмәгән Висала Светла бер ай элек сатылып бетте икән. Берничә мизгелен сезгә күрсәтеп китәбез. Калап барыгыз безнең видеоларны. Пышмаққа отырсаң, кияге алмайлар. Шейні бәлекей қошық білән стаканнан ішіп отырсаң, мужиган алқаш бұла. Слабкені күбашасаң, ябышаға. Бұсы бұлай қарай әшімсің. Сіз, наверное, білгенсіздер. Мен просто қазіртігі өзімнің сөйлеймін. Взрыв мозга болды. Бірақна әліккіне білдім бұл информацияны. Оказывается, мантуға су тидіреге яраған екен. Білейгіз мұ шуны? Серьезно. Бір профессор сөйлеп отыра, мен вообще шок қаттым. Я не знаю, откуда это ушло в народ. Не знает он. Мінлеген кішіні олдап жүрттілерді, імі не знает ты. Никогда никаких водных ограничений не было. И тогда можно было мочить манту, и сейчас можно мочить манту. Профессор айтамайдан бұл бек ақылы профессор түгіл бұғай бұл. Как енді манту можно мочить, үлесің же. Біз ручка білен белгілеп қояйық, 0,5 болды, 0,6 болды, қатырлайсыз мұсан? 1 сантиметрдан орта башласа, все бетінде бұл тәхаратың олда қала қорғатыңа мініп ят, үлесің, значит. Ну, точно үлесің уже, 1 сантиметрдан ортса үлесің. Біздің әти бик щепетильный еді. Тос білән суап кірір еймі, табуретка үстіне қойып, мен оң қол білән шылай башыны юайым, әти соң қолыны тұтып тұрайы крайда. Мантуға су тимесім үшін. Мұншаға барғанда әти пакет білән ұрап жібері еді қолына. Зәңгер изоленті білән. Как будто ол пакет ішіне дымда кірмәгендер еңгеді, суда кірмәген еңгедерға. Сақлаған енді бұл мені өзіне көре. Әти қызы жыр. Мен 18 yaşıma kadar әтінің етегінен düşmedim, представляете. Әти нефтяникларда ішлейді. Ертеңгі сағат 5-те қойта еді сменадан. Мен специально әтінің қарауатына кіріп юқлайдым, чтобы әти мені көтеріп ап кіріп өзімдің қарауатқа барып салсын үшін. Yaşasın bir dağında şolay koylar.